Мен Ақтөбе қаласы номері 37 орта мектебінің 8 класс оқушысы Кеният Ахметпін. Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығына арналған Алаш қозғалысының қайраткері челленджі. Ахмет Байтұрсынұлы, аққу шортан һәм шаян. Жүк алды, шаян шортан, аққу бір күн. Жегіліп тартты шеуі дүркін-дүркін. Тартады аққу көкке, шаян кейін. Жұлқиды суға қарай шортан шіркін. Бұлардың машақаты аз болмады. Жұмысы орнына кеп мәз болмады. Тартса да бар күштерін аямай-ақ. Аслан жүк орнынан қозғалмады. Оншама ол жүк артық ауыр емес. Қор сыртынан пәлендеу де тәуір емес. Жүк бірақ әлі күнге орнында тұр. Бірыңғай тартпаған соң бәрі тегіс. Жігіттер, мұнан ғибрат алмай болмас. Әуелі бірлік керек болсан жолдас. Бірінің айтқанына бірін көнбей. Істеген ынтымақсыз ісін оңбас.